22-23 года составляет 106%. Сіз басқа сұраққа жауап беріп жатсыз да? Басқа мәселені көтеріп отырсыз қазір. Қазақша жауап бере алмасаңыз, түсінбесеңіз қазір тағы да айтсын. Сіз басқа жауапты айтып жатсыз. Какой вопрос? Вопрос какой был? Қызылорда облысы Арал ауданы Сексюл кентінің ішкі газ тарату жүйесіне байланысты 422 миллион теңгеге өтінім берілді. Дана была заявка, я на русском языке вам скажу, чтобы вам понятно было. Но эту заявку, к сожалению, непонятно пока по одобрению, говорят, что оставляют на осень. Дұрыс емес қой, мынау не жауап сіздерде? Бас десе құлақ дейміз, ұят емес пе? Соны қайсыны айтып атқанын соны нақтылайын дегем. Қай ауыл деп сіз бізден сұрайсыздар? Сізден сұрауымыз керек, қай ауылға қашан бересіз? Қай жылы бітесіз деп? Біз қашан су мәселесін шешеміз? Бұл сіздер жан-жақты осы мәселені дайындалып, осы жерде бір жауап беріп, ертең халықтың алдында осы мәселені мемлекет басшысының тапсырмасын орындаймыз деп жиналып отқан жоқпыз ба? Жастардың көбі отан алдында борышын атқарғысы келмейді. Тіпті барма үшін түрлі жемқорлық жолдар мен өтірік анықтамаларды жаздыртып, заңға қайшы әрекеттерге де баруда. Балаларының заңсыз әрекеттерін ата-аналар да көріп отыр және оны қолдайды. Өйткені бірнеше рет әскери қоймаларда болған жарылыстар, жарғаға қарсы іс-әрекеттер, әскери қызметкерлердің өлімі мен қайғылы оқиғаларын көріп, ұлдарын әскерге жіберуге қорқады. Болып жатқан жағдайлар халық тарапынан қорғаныс саласына деген сенімнің төмендеп жатқанын және жастардың әскерге деген қызығушылығын азайғанын көріп отырмыз. Медициналық тексеруден таза болып өткен сарбаз әскерде зорлық, зомбылық көріп, денсаулығына байланысты бір кінәраттар пайда болып, немесе белгісіз себептерден дүниемен қош айтысуда. Халықтың әскердегі әлімжеттік пен сарбаздар арасында суицид оқиғалар туралы естіген жұрттың жағасын ұстатуда. Сіздер айтасыздар жайлы мектеп, осы уақытқа дейін ауылда инфраструктура мүлдем жоқ. Дәретханаларды ішке кіргіздіңіздер, қазір бәрі құлыпталып тұр. Септик машиналар да жоқ. Осы мәселені қалай шешкелі отырсыздар? Сосын баға тағайындауларыңызда өзгеріс болу қаупі қаншалықты? Және ең соңғы сұрақ, мына орындалмай қалатын жобалар бұл 400 мектептің ішінде бәрібір болады, сіз қалай десеңіз де, бір-екеуі жоқ дегенде істелінбей қалуы мүмкін. Біз оған үйренгенбіз. Осының жауапкершілігінде жоба авторларының үлесі бар ма, жоқ тек қана салушылар, құрылысшылар ғана жауап бере ма бұрынғыдай? Ауыл мен қаланың ішіндегі мектептің ешқандай айырмашылығы болады. Яғни даладағы туалет, дәретхана болмайды. Бірдей болады. Ауыл мен іштің арасын. Инфраструктурасы, егер ол жерде кәріз болмаса, біз автономдық жасаймыз. Егер де жылу қазандығы болмаса, біз оны автономдық жасаймыз. Бәрін сол жаңағы свет болмаса, ДГУ деген сияқты бәрін қарастырамыз.